Қазақ прозасының интеллектуалдық деңгейін көтерген көркем сөз шебері Төлен Әбдік. Қаламгердің қай шығармасы болсын ойландырады, толғандырады, жүрегіңді қозғайды, жаныңды тазартады, шындайды. Адам бойындағы тылсым арпалыстар, адам бойындағы ұшы-қиырсыз ғажайыптар, адамгершілік, адалдық сынды тамаша қасиеттер мен алпауыт күштер майданы Төлен Әбдік шығармаларынан табылады. Қарапайым тілде жазылғандықтан әңгімелерін оқу оңай, ал өзіндік ой түйіп түсіну қиын. Жазушының философиялық толғаныстарға толы 5 туындысын назарларыңызға ұсынамыз. Оң қол шығармасы Төлен Әбдіктің 25 жасында жазылған алғашқы әңгімелерінің бірі. Әңгіме ауруханаға түскен 17 жастағы Алма туралы. Ақиқат, бәріміздің бір кездерде «Эх, шіркін, өзгенің ойын оқи алсам ғой» деп қиял жетегінде берілгеніміз анық. Фантастикалық повестің бас кейіпкері Роберт сондай көріпкел қасиетке ие екендігі көрсетілген. Қайырымсыз жұма шығармасы 6 жыл бойы министр қызметін атқарып жүрген Әбен Ильясович үшін әдеттегі қайырлы жұма енді қайырсыз болғандығы жайлы баяндалады. Парасат майданы. Бұл шығармасы үшін Төлен Әбдік Франц Кафка атындағы Европалық алтын медаль иегері. Повестің күнделік түрінде жазылған. Қонақтар әңгімесі әлі күнге дейін өзегін жоймаған шығарма. Дүбәра ұрпаққа айналған жұрт бұл өмірде қонақ, яғни бар ма, жоқ ма білінбейтіндігі жайлы көрсетілген. Әңгіменің қонақтар аталуы сыры осында. Сонымен қатар бірнеше шығармалары шет тілдеріне аударылып, бірнеше елдерге тараған. Құрметті оқырмандар, жазушының шығармаларын біздің кітапхананың оқу залынан таба аласыздар. Келіңіздер.